Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыз 6 сыныпқа арналады. 4-ші тоқсан 9-шы сабақ. Балалар, суретке қарайықшы. Суретте қай жыл мезгілі бейнеленген? Дұрыс айтасыңдар балалар. Суретте қыс мезгілі бейнеленген. Бүгін сабақта қыс туралы сөйлейтін боламыз. Сабақтың тақырыбы Абай Құнанбайұлы қыс өлеңі. Ақ киімді денелі ақсақалды. Сабақтың мақсаты тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырып арқылы негізгі ойды анықтау. Жаңа сөздер. Балалар, сөздік дәптерімізді ашып, жазып аламыз. Үскірік, қырау, долдану, кәрі құда, әлек, әділдік, әуез, денелі, әсемпаз, зейінді, күн, жирену, үскірік, лютый мороз, қырау, иней, долдану, звесица, кәрі құда, старый сват, әлек, возня, хлопоты, әділдік, справедливость, әуез, увлечение, любопытство, денелі, здоровый, әсемпаз, легко увлекающийся, любящий красоваться, зейінді, сообразительный, күн, смирись, покорись, жирену, брезговать. Жазып болсаңыздар балалар. Келесі тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, мақал мәтелдерді жазамыз. Қажетті сөздер. Қар, қыс, жазда, он. Жаздың бір күні қыстың күніне татыр. Қыстың қамын ойла. Бір ойлама, үш ойла. Қыста қысыл, жадыра. Қыстағы жерге ырыс. Жердегі ылғал елге ырыс. Тексерейік балалар. Жаздың бір күні қыстың 10 күніне татыр. Қыстың қамын жазда ойла. Бір ойлама, үш ойла. Қыста қысыл, жазда жадыра. Қыстағы қар жерге ырыс. Жердегі ылғал елге ырыс. Дұрыс балалар. Мен сендердің осы тапсырманы дұрыс орындады деп ойлаймын. Екінші тапсырма. Сөйлемдегі етістіктердің қай шақта тұрғанын айт. Абайдың да айрықша жырлағандарының бірі табиғат болды. Ол табиғат аясында өсті. Оны сүйе білді. Абайдың желсіз түнде жарық ай, күз, қыс, жаз деген өлеңдерінде табиғаттың әр түрлі құбылысы көзіне елестейді. Жаратылыстың жайдары жазын, түсі суық тұманды күзінде, болмаса сақылдаған аязы мен қарлы боранын өзің көріп тұрғандай боласың. Қажым Жұмалиев. Балалар, мәтінде берілген етістіктердің қай шақта тұрғанын ажыратайық.
болды, өсті, білді естіктері қай шақта айтылып тұр? Дұрыс айтасыңдар балалар, өткен шақта айтылып тұр. Елестейді, боласың естіктері қай шақта айтылып тұр балалар? Жарайсыңдар балалар, келер шақта айтылып тұр. Тыңдалым. Абай Құнанбаевтың қыз өлеңін тыңдайық. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Бұлыттай қасы жауып екі көзін, басын сілкісе қар жауып мазаңдалды. Борандай бұрқ сарқ етіп долданғанда, алты қанат ақ орда үй шайқалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домбығып үсік шалды. Шидем мен том қабаттап киген малшы, бет қарауға шыдамай теріс айналды. Үшінші тапсырма. Өлеңді оқы. Өлеңді оқып, мәтін бойынша жоспар құраймыз. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Балалар, тыңдаған өлеңіміз, оқыған өлеңіміз не туралы? Дұрыс айтасыңдар балалар. Қыз туралы. Өлеңге қандай сөздер мен сөз тіркестері тірек сөздер бола алады? Иә, балалар, өлеңде ақ қырау, түсі суық, үскірік, аяз бен қар, боран, қар жауып деген сөздер тірек сөздер бола алады. Абай осы өлеңде қысты кімге теңейді? Абай осы өлеңде қысты кәрі құдаға теңейді. Тамаша балалар. Олай болса, келесі тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма. Сөздерді мағынасына қарай сәйкестендіріп сөйлемдер құраймыз. Мысалы, әлек салды, алты қанат, үсті басы ақ қырау. Дәптерімізді ашып, жазамыз. Балалар, жазып болсақ, келесі тапсырмаға көшейік. Есте сақта. Абай қысты кәрі құдаға теңеген. Қыста қатты боран, аяз болатын шебер суреттеген. Маған Абайдың табиғат лирикасы ұнайды. Мен сендерге де ұнады деп ойлаймын. Үй жұмысы. Жаңа сөздерді жаттау. Қыз өлеңін жаттау. Қыз мезгілінің суретін салу. Кері байланыс. Бүгін сабақта. Мен білдім. Мен үйрендім. Маған ұнады. Мен үшін қиын болғаны. Менің көңіл күйім. Дәптерімізге жазып, мұғалімімізге жібереміз. Қорытынды. Құрметті оқушылар, сіздер жаңа Абай Құнанбайұлының
қыс өлеңі бойынша ең негізгі маңызды материалдарды алдыңыздар. Басқа мәліметтерді өз мұғалімдеріңізден аласыздар. Егер сұрақ туындаса, мұғалімге қойыңыздар. Сендерге сабақ ұнады деп ойлаймын. Сәттілік тілеймін. Сау болыңдар балалар.